Сәлем кәсіпкер. Бұл видеода біз қалай Каспий магазиніне тіркеліп, сауда жасауға болатындығы туралы айтамыз. Каспий магазиніне тіркелу үшін телефондағы Каспий мобильді қосымшасының Каспий магазині бөліміне өтіп, төменгі жағындағы начать продавать с Каспий KZ сілтемесін басу арқылы немесе компьютерден кез келген браузерге Google-ға регистрация в Каспий магазине деп іздеу арқылы осындай тіркелу парақшасына өтіп тіркелсе, яғни регистрация жасаса болады. Егер тіптен таба алмай жатқан жағдайда, осы видеоның астына сипаттама бөлімінде тіркелу парақшасының сілтемесін қалдырамыз. Каспий KZ-тің 9 миллионнан аса қолданушылары бар болғандықтан, Каспий магазинде сауда жасау кәсіпкерге бір табысын арттыруға қосымша мүмкіндік деп ойлаймын. Бұл жерде сіз тауарыңызды мемлекетіміздің кез келген қаласына сатсаңыз болады, және де Каспий кредит, Каспий Ред, яғни бөліп төлеу мүмкіндігін беру арқылы сатып алушыларыңыздың санын арттыруға болады. Алайда Каспий бұл мүмкіндіктерді тегін бермейді. Әр сатқан тауарыңыздан Каспий 5-тен 15%-ға дейін комиссия ұстайды. Ол тауарыңыздың мына жерде көрсетілгендей қай сала тауарына жататынына байланысты. Ал тіркелуге келсек, заполнить заявку батырмасын басамыз, келесі парақшаға өтеміз. Бұл жерде сіз егер ИП болсаңыз, ИН немесе ТО болсаңыз, бин жазасыз. Название компании Каспий магазинге шығатын компанияңыздың атауы болады. Основные категории дегеніміз, айтып өткеніміздей, тауарыңыздың қай сала тауары екенін таңдайсыз. Контактное имя, телефон және имейл, электронды адресіңізді көрсетесіз. Көрсетілген почтаңызға бір реттік қолданылатын пароль беріледі. Және я согласен на обработку персональных данных деген жерге келісім беру белгісін қойып, продолжить батырмасын басамыз. Егер барлық ақпарат дұрыс енгізілген болса, SMS арқылы телефон нөміріңізді растаңыз деген парақша ашылады. Келіп түскен SMS-ті теріп, подтвердить батырмасын бассаңыз, осындай мы принимаем решение деген жазу бар парақша ашылады. Бұл жерде Каспий сізбен, яғни сіздің компанияңызбен жұмыс жасауға келісім беретіні, я бермейтіні жайлы тексерістер жүргізеді. Егер тексерістен сәтті өтсеңіз, поздравляем, ваша заявка одобрена деп шығады. Және дәл солай көрсетілген электронды почтаңызға поздравляем, ваша заявка одобрена деген тексті бар хат келеді. Ары қарай сізге Каспий Pay мобильді қосымшасын жүктеп, тіркеліп келісім шартқа қол қою керек деп шығады. Каспий Pay'де тіркелуден сәтті өтіп, келісім шартқа қол қойғаннан соң электронды почтаңызға екінші хат жолданады. Ол хатта сатушы кабинетіне кіруге арналған бір рет қолданылатын уақытша пароль жіберіледі. Ары қарай кабинет продавца парақшасына өтеміз. Сілтемесін видео астына қалдырдық. Бұл жерде көріп тұрғандарыңыздай Каспий магазинде сатушы кабинетіне кіру. Логинға электронды почтаңызды тересіз, парольға почтаңызға жолданған бір реттік парольді теру арқылы войти батырмасын басамыз. Келесі ашылған бетте уақытша парольді өзіңізге ыңғайлы парольға ауыстыруын сұрайтын парақша ашылады. Текущийға уақытша берілген парольді новый парольға жаңа өзіңізге ыңғайлы парольді жазасыз. Подтверждение деген жерге жаңа парольді қайталап жазамыз. Сменить пароль батырмасын басамыз. Осымен кәсіпкер Каспий магазинге сатушы ретінде тіркелу сәтті жасалды. Егер видео пайдалы болса, лайк басып, каналға тіркеліп қойыңыздар. Ал келесі біздің видеоларда қалай Каспий Pay'ға тіркелу және Каспий магазинде қалай тауарларды шығару жөнінде болады. Егер Каспий магазинде ескерілмей қалған басқа да мүмкіндіктерін қолданып жатқан кәсіпкерлер болса, комментарийге қалдырсаңыздар қуанамыз. Істеп жатқан істеріңіз берекелі болсын. Келесі біздің видеомызда кездескенше.